Әлемге танымал жұлдыздардың өзі бір емес бірнеше қайтара ойнатуға болатындығын айтуда. Ең бірінші міне рабочий кабинет мои объявление кіреміз. Кіргеннен кейін бұрын бір рет ойнатқан циновканы екінші рет беру керек болады. Немесе кейде бір рет бергеннен кейін бір адам қатысып, оған портал автоматом жібереді ғой, жібергеннен кейін ол қатыспай қалады. Сол себепті сол объявление міне көшіріп жазып аламыз, атын көшіріп жазып алып мына жерге запрос ценовых предложений қоятын боламыз. Міне біздер бұған дейін запрос ценовоймен ойнаттық. Ішінде жаңағыдай бір адам қатысып, содан кейін ол қатыспай қалғаны бар. Соның барлығын осы жерге міне саламыз. Повторный закупка деп таңдаймыз міндетті түрде. Егер сізде услуга болса, услуга деп таңдаймыз. Услуганың қазақша және орысша атауларын жазатын боламыз. Бірнеше объявление болса, бірнеше объявленің барлығын бір жазып шығарып жіберуге болады осылай. Болғаннан кейін далее батырмасын басамыз, қазақша орысша жазып болғасын. Міне осы жерге сіздерге лоттар шығады. Мүмкін бұрын ойнатылмай қалған лоттар да шығып кетуі мүмкін. Соны мұқият мән беріңіздер. Закупка не состоялась болып тұр. Именно керектерін ғана таңдап добавить выбор батырмасын басамыз. Добавить выбранные басамыз. Міне келесі этапқа өттік. Барлығы сол айда, яғни биылғы актуальный пландар болып тұр. Сол екеуін таңдаймыз. Мұқият мән беріңіздер, былтырғы ойнатылып, жартылай ойнатылмай қалғандар шығып кетіп жүрмесін. Келесі этапта тағы да далее батырмасын басамыз. Сол как обычно мына жерге договорды толтыратын боламыз. Сол 5 күнді жазып қоямыз. Договорды утвердить батырмасын басып, қол қоятын боламыз. Міне қол қойылды. Вернуться документацияға басамыз. Міне техникалық сипаттама. Егер мына жерде услуга болса, бұл ішін ашқан кезде өзгермейді. Ал тауар болса, іші өзгертілетін болған 2023-те. Мына жерге срокқа 60 деп күнді қоямыз. 60 өзгермейді. Мына жерге міндетті түрде депозит шотты таңдайтын боламыз. Сіздерде бірнеше шоттар бар, мұқият мән беріңіздер. Міндетті түрде депозит шоты болу керек. Себебі поставщик, қатысатын поставщик жаңағыдай қатысуға 1% обеспечение салады. Мына жерге күнін өздеріңіз қоясыздар. Алдында түсіндірдім циновка берген кезде. Яғни бүгін 30 қаңтар болса, ертең 31 қаңтардан бастап шығаратын боласыздар. 31 қаңтар жұмыс күні болу керек. Міне басқаны опубликовать батырмасын басасыздар 5 күннен кейін. Арасы 5 күн болады. Содан кейін статусы опубликован болып тұрады. Егер бұдан екінші рет ойнатқаннан кейін тағы да ұтпай қалса, ешкім, сіздер ойлап тұрған шығарсыздар, міне осындай несостоявший қылып біреуге жібере салам ғой деп. Оның да өз қиындығы бар, барлығын мұқият айта кетейін. Мысалға сіздер несостоявшийді осылай жібересіздер мысалға. Егер бір адам нақты әкелетін болса, осылай таңдап, мысалы услуга болса услуга, мына жерге запрос ценовых предложений деп таңдайсыздар. Бұны өткен сабақта айттым, өткен видеомда. Осы жерге атауын барлығын көшіріп, закупка не состоялась болып тұр, яғни 2 рет ойнатылды мысалға. Жаңа біз опубликован болдық, соның итоғы шықты, уже ешкім қатыспады. Соның қазақша орысшасын жазамыз. Жаңа 2 лоттың мысалға біреуіне қатыспады, сол бір лотты ғана ойнататын боламыз. Керегін таңдап, керегмесін таңдамаймыз. Міне осы жерге выбрать поставщик деген кезде выбрать басамыз да поставщиктің иін таңдаймыз. Енді бұл үнемі мысалға бір адам табып кетіп әкеп берем дей бермейді да, мысалға ше. Қашан қол әкеп бере береді. Ертең мысалға 2 рет ойнатқаннан кейін поставщик таба алмай қаласыз. Кімге звондап жүресіз? Ондай жағдайда міне рабочий кабинет годовой планға кіресіз. Годовой план ашатын боласыздар. Мысалға циновканы ойнатқан кезде екінші рет. Мысалға бүгін 30 қаңтар.
годовой планды қашан ашамын екінші рет тағы да келесі айда. Мысалға, февральдың 10-дарында ашатын болсам, оған дейін мысалға 5 рабочий күн бар да, сол себепті оны екінші рет ойнатуға болады. Мүмкін біреу қатысып қалар. Ал егер февральдың 2-сі 3-і ашатын болсаңыз, оны екінші рет ойнатудан қажет жоқ. Егер сіз бағаны мықты арзанға қойып тұрған өзіңіз біліп тұрсаңыз, оны 2 рет ойнат, 5 рет ойнат, мысалға қатыспайды. Мысалға, бумага мысалы бір пачкасы қанша тұрады? 1800 теңге тұратын болса, сіз оны планға 1500, 1200 деп салып қойсаңыз, оны неше рет ойнатсаңыз да қатыспайды. Міне осылай қылып план ашасыздар. Ал егер сумма сол бір жобалас болып тұрса, онда екінші рет, үшінші рет ойнатуға болады. План ашасызда, жаңағы закупка не состоялся деген тауып аласыздар. Менде негізі ондай болған емес. Мысалға, мен утвержденный орнына закупка не состоялся болып тұрады. Соның оң жағына бар внести изменение пункт плана басасыздар. Мына жерде сіздерде способ закупки открытый конкурс емес, ценовка болып тұрады сіздерде. Кейбіреулер оны электронный магазинге өзгертіп, электронный магазин арқылы алып жатады. Мен бірақ сол ценовканың затын ценовкамен алам. Міне, мүмкін мына жерде местный бюджет, жаңағыдай пришкольныйдан берді ма, дошкольныйдан берді ма, мұқият қарап алатын боласыздар. Кейбіреулер мысалы басқа затқа өзгертіп жібереді. Мен бірақ сол затты қайтадан ойнатам. Тек қана бағасын қымбаттатып ойнатып жіберем. Ешқандай электронный магазинге де ауыстырмаймын, ешқандай затқа да ауыстырмаймын. Тек қана бағасын қымбаттатам осы жерден. Мысалға, бумаганы біздер 1000 деп қойдық па, мысалға 1800 немесе 2000 теңге деп қоям безендес. Астында жаңа айын қарайтын болам. Планируемый месяц дегенге. Бұрын январда ойнататын болсақ, қазір мысалға бүгін 30 январ деп қоям, мысалға үлгеретін болсам. Февраль болса февральға қоям. Сол 15 календарный күн қалады тауар болса. Ал услуга болса мысалға по заявке деп қоюға болады. Сіздер кейбір тауарларға мысалы заявка бересіздер, содан кейін әкеледі. Астында место поставка таңдайсыздар. Егер өздеріңіздің мекемеңізге әкелетін болса, место поставка өзі автоматымен шығып тұрады, оны ешқандай өзгертпейсіздер. Кейбіреулерінде мысалға тағы екінші корпустар болады, сол корпусқа әкелу керек болса, сол корпустың адресін жазатын болады. Міне, годовой планды бекітетін кезде тағы да басқа нелер бар? Басқа тауарлар бар, услугтар бар, пункт плана өзгерістердің барлығын жасап болғаннан кейін бір бекітесіздер. Тауарларды барлығын қарап шығыңыздар. Услуга бар. Мүмкін тауар дұрыс салмадыңыздар ма? Бір планды ашқан кезде мұқият бір қарап алған дұрыс. Айдың басында, мысалы, январ, февральдарды ашқан кезде қарап алған дұрыс. План финансирымен қарап. Себебі уже март айында, апрель, май айларында уже бұны қайта-қайта ашып, уже уақыт жоғалтпайсыз. Тек аласыз да ойната бересіз. Мысалы, сізге қарамасаңыз, май, маусым, шілде айларында ойнатқан кезде қате кетіп кетіп қалуы мүмкін да. Мен дәл осылай жаңағы закупка не состоялся біздер өзгерттік қой. Бағасын қымбаттаттық, соған галочка батырмасын басып, создать заявку на покупку батырмасын басып, мекемеміз таңдағаннан осылай ақ жазу шығады, мысалға. Ол кезде тағы да планға салынған бірнеше услугтарды бірге бір ойнатуға болады. Себебі сіздерде повторный емес, первый закупка болады, мен оны көрсетіп кетейін. Рабочий кабинет, создать объявление батырмасын басамыз. Мына жерге ценовой предложение таңдаймыз. Первый закупка болады. Себебі второй болмайды, біздер уже оны өзгертіп тастадық планға салып. Товар болса товар, услуг болса услуг, орысша және қазақша атауларын жазамыз. Дәл осылай ойната бересіздер. Негізі біреуге ойыңды айтып түсіндіру оңай емес екен. Сол себептен бағалап кетіңіздер.
астыда поделиться батырмасын басып просмотр санын көбейтіп қойсаңыздар болады.